Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Қолдан жасалған инкубаторға жұмыртқалар салдым. Соны енді өзегеге түсіріп, ішінде балапан бар ма, жоғын тексеретін боламыз. Ол үшін свет сөндіру керек, және де фонарикпен көрсететін боламын. Бізде үстінде қаздың жұмыртқасы, ортасында индюк, астында тауықтың жұмыртқалары. Қаздықын жақында ғана салдым, ал индюкпен тауықтыкіне 10 күн болды. Сол үшін ішінде бар ма, балапан жоқ па, соны тексеретін боламыз. Ол үшін бізге фонарик керек. Фонариктің көмегімен жұмыртқаны алып. Мына көрдіңіздер ме? Ішінде жүзіп жүр. Процесс жүріп жатыр. Şimdi бар деген сөз. Міне, мынада жоқ ештеңе. Әлі сарысы, ішінде сарысы соғалпы жүр. Өйткені міне қараңыздар, мына жерінде сынып қалған трещина. Содан жарамсыз болып қалған жұмыртқа. Енді тауықтықын көрсететін боламыз. Мына тауықтықы. Қараңыздар қалай тамырланып шығып атқан. 2-3 ғана көрсетейін, қалған сөзін тексеріп аламын. Міне, пустышкалар осындай болады. Ішінде ештеңе жоқ. Тамырланбаған. Ал тамыры барлар.